Кайрылы күн әріптестер, Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастайды. Бүгінгі баспасөз конференциясында тегін, атын, әкесінің атын өзгерту және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің 2023 жылғы қорытындысы туралы айтатын боламыз. Біздің кезекті спикерлерімізбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Сатқожина Зауреш Маратовна, Алматы қаласы әділет департаменті басшысының орынбасары. Бейсенова Жанар Әділбекқызы, Алматы қаласы әділет департаментінің тіркеу қызметі саласындағы бақылау бөлімінің басшысы. Бас маманы. Қош келдіңіздер. Сөз кезегі өзіңізде, Зауреш Маратовна. Добрый день, уважаемые СМИ. Разрешите дать краткую информацию об итогах работы за 2023 год в сфере регистрационной службы Департамента юстиции города Алматы. В связи с изменениями, внесенными в Кодекс Республики Казахстан о браке и семье, с 1 июля 2023 года функции отделов РАКС аппаратов Акимов были переданы в НАО Государственной корпорации правительства для граждан. Однако органы юстиции в соответствии с законом Республики Казахстан об органах юстиции осуществляют контроль за регистрацией актов гражданского состояния. Вместе с тем, госкорпорация уже интегрировала в себя множество других государственных услуг и теперь оказывает все государственные услуги населению в единой системе. По итогам 2023 года в городе Алматы зарегистрировано 64 188 актов гражданского состояния, что на 21% меньше, чем в 2022 году. Вышесказанное уменьшение выражается в уменьшении количества регистрации смерти на 23%, уменьшении регистрации расторжения брака на 9% в сравнении с 2022 годом. Я думаю, что уменьшение регистрации смерти и расторжения брака нами, в общем-то, рассматривается положительно, как положительная динамика. Также филиалом НАО Государственной корпорации для граждан за отчетный период зарегистрировано 236,87 прав на недвижимое имущество. В 2022 году данная цифра составила 235,483. Это идет незначительное увеличение, то есть на 1%. Кроме того, в 2023 году поступило 38 896 заявлений на получение государственной услуги, апостилирование официальных документов, исходящих от государственных органов и нотариусов Республики Казахстан. Из них 37 835 заявлений государственная услуга была оказана. Что касается системы e-апостиль, рассмотрено 589 заявлений, из них исполнено 453, отказано в 136. Фактов несвоевременного оказания государственной услуги населению не имеется. Вместе с тем, в связи с внесением изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан о браке и семье, сведения, подлежащие изменению в связи с переменой имени, отчества, фамилии, в соответствующих актовых записях о рождении, заключении или расторжении брака вносятся на основание заключения о перемене фамилии, имени, отчества. При этом, как ранее, актовая запись о перемене фамилии, имени, отчества не регистрируется, и свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии не выдается. Регистрирующим органам в подтверждение произведенной перемене имени, отчества и фамилии выдается соответствующее свидетельство о рождении, заключении и расторжении брака. Рассмотрение заявления о перемене имени, отчества, фамилии производится регистрирующим органом загранучреждением Казахстана в соответствии с брачно-семейным законодательством республики. Если брать небольшую статистику, приблизительно где-то в год, то есть в 2023 году было обращений около 3500 заявлений для перемены имени и отчества, фамилии. Также перемена имени, отчества, фамилии производится регистрирующими органами по личному заявлению лица, достигшего 16-летнего возраста, желающего поменять имя, отчество или фамилию. После смены имени, отчества, фамилии в течение месяца необходимо сменить удостоверение личности и паспорт. Спасибо вам за представленную информацию. Келесі сөз кезегі Жанар Әділбекқызына беріледі. Саламатсыздар ма?
23 жылы азаматтық хал актілер тіркеу саласында маңызды өзгерістер болды. Яғни 23 жылдың 1 шілдесінен бастап азаматтық хал актілер тіркеу саласы аудандық әкім аппараттарынан азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына берілді. Қазіргі таңда азаматтық хал актілердің тіркеу органы ол азаматтық хал актілерді мемлекеттік тіркеуді және мемлекеттік тіркеуге қатысты мемлекеттік қызметтерді көрсететін орган азаматтарға арналған мемлекеттік корпорация болып табылады. Алайда Қазақстан Республикасының әділет туралы заңына сәйкес әділет органдары азаматтық хал актілерді тіркеу бойынша бақылауды жүзеге асырып отырады. 23 жылды қорытынды бойынша Алматы қаласында азаматтық хал актілер тіркеу бойынша 64.188 акт жазбалары тіркелінді. Ол былтырғы жылмен салыстырғанда 21%-ке кем. Ал қайтыс болу акт жазбалары 23%-ке азайған, ал неке бұзу акт жазбалары 9%-ке азайған. 23 жылы Алматы қаласы әділет департаментінің тіркеу қызмет саласындағы бақылау бөліміне Қазақстан Республикасының нотариустары мен мемлекеттік органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою мемлекеттік қызметі бойынша өтініш 38.896 өтініш келіп түсті. Оның ішінде 37.835 өтінішіне мемлекеттік қызмет көрсетілді. Және апостиль жүйесі бойынша 589 өтініш келіп түсті. Оның 453 өтінішіне мемлекеттік қызмет көрсетіліп, 136 өтініштен бас тартылды. 23 жылы мемлекеттік қызмет көрсету бойынша азаматтық хал актілерді тіркеу саласы бойынша заңсыз іс-әрекеттер болған жоқ, мемлекеттік қызметкер үстінен шағымдар келіп түскен жоқ. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының нотариустерінен және мемлекеттік органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою бойынша тәулігіне 250-350 құжат келіп түседі, ал бұл жаз мезгілінде 350-450-ге дейін ұлғаяды. Бұл салада үлкен жұмыстар атқарылып жатқаны байқалады. Және Қазақстан Республикасының неке және отбасы кодексіне 22 жылы 14 шілдеде өзгерістер енгізіліп, тегін атын, әкесінің атын ауыстыру бойынша мемлекеттік тіркеу алынып тасталынды. Қазіргі таңда тегін атын, әкесінің атын ауыстыру туралы куәлік берілмейді. Бұл жөн алайда берілмегенде азаматтар тіркеуші органдарға барып өз өтініштерін бере алады, атын тегін әкесін ауыстыру туралы. Куәлік берілмесе де ол акт жазбаларға, яғни туу туралы, неке қию немесе неке бұзу акт жазбаларына өзгерістер енгізе отырып, туу туралы қайталама, неке бұзу немесе неке қию куәліктерін бере алады азаматтарға. Сол арқылы ол өзінің тегін немесе әкесінің атын өзгерткені туралы растайды. Және ол тегін атын, әкесінің атын өзгерту туралы 257 кодекстің 257 бабындағы 13 дәлелді себептерге сәйкес келмеген жағдайда тіркеуші органдар бас тарталады. Сонымен қатар, егер біздің азаматтар шетелде болған жағдайда өзінің тегін әкесінің атын немесе әкесінің атын ауыстыру қажет болған жағдайда шетелдегі біздің Қазақстан Республикасының шетелдегі елшіліктеріне барып өтініш жасауына болады. Сондай-ақ тегін атын, әкесінің атын ауыстырғаннан кейін азамат 1 ай көлемінде барып, құжаттандыру саласындағы уәкілетті органға барып, өзінің жеке басының құжатын ауыстыратын куәлікті ауыстыру тиіс. Рахмет. Ақпаратыңызға көп рахмет. Енді біз сұрақ-жауап бөліміне өтетін боламыз. Құрметті бақ өкілдері, регламент бойынша спикерлерге тақырыпқа қатысты сұрақ қоюларыңызды өтінеміз. Представителям СМИ напоминаем о возможности задать вопросы, связанные с темой пресс-конференции. Первой на нашу конференцию аккредитовалась журналист газеты «Вечерняя Алматы» Бахыт Сарсембаев. Вам слово. Добрый день. Зауреш Маратовна, скажите, пожалуйста, после смены персональных данных, например, фамилии, нужно ли менять другие документы, в частности, дипломы об окончании учебных заведений? Спасибо. Здравствуйте.
Ну, как я уже говорила в своем выступлении, после смены фамилии, имени, отчества необходимо в первую очередь менять, конечно же, это удостоверение личности, паспорт. Затем мне нужно обратиться в учреждение для замены водительского удостоверения. Также можно сменить свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей. Диплома менять не нужно. Следующий вопрос. Спасибо. Еще один вопрос. Можно ли подать заявление на смену персональных данных в онлайн-режиме? Спасибо. Нет, нельзя подавать по смене в онлайн-режиме. Мы еще не работаем, да, с этой системой, по-моему, так. Через ЕГОВ можем. Можно как-то это убрать. Я извиняюсь, да, мы через ЕГОВ можем обратиться. Вы можете обратиться через ЕГОВ, портал электронное правительство, где данные услуги, да, они уже сейчас уже в автоматическом режиме у нас проходят. То есть есть единая база, система, куда вносятся сведения. И вы можете через ЕГОВ обратиться. Спасибо за вопрос, Бақыт. Келесі сөз кезегі Алматы ақшамның журналисті Гүлжанатқа беріледі. Қайырлы күн, менің бірінші сұрағым. Тіркеуші органдар қандай жағдайда азаматтардың атын тегін әкесінің атына ауыстыру туралы өтініштерден бас тартуы мүмкін? Мысал келтіріп айтып өтсеңіздер. Саламатсыз ба? Тіркеуші органдар атын тегін әкесінің атын ауыстыру кезінде, егер өтінішпен келген құжаттар топтамасы толық болмаған жағдайда бас тарта алады, және кодекстің 257 бабында көрсетілген 13 дәлелді себептерге сәйкес келмеген жағдайда бас тартуға негіз болып табылады. Тағы да сұрағыңыз бар ма? Жақсы, екінші сұрақ. Қазір қазақстандықтар арасында тегіндегі жалғаулардан бас тарту үрдісі байқалып жүр. Көптеген азаматтар ОФ, ЕФ, ЕВА сынды аффикстерден алып тастауды қалайды. Тегін ауыстыру кезінде бұл үрдіс көп кездесе ме Алматыда? Бұл атап өткенде 257 баптағы 13 дәлелдің ішінде ең жиі кездесетін себептердің бірі. Ұлты қазақ азаматтар ОФ, ЕФ аффикстерін алып тастау туралы көп өтініш жасайды. Сонымен қатар тағы бір атап өтетін жайт, Қазақстан Республикасы президентінің 2 ақпан 1996 жылғы жарлығына сәйкес азаматтар азаматтық хал актілеріне түзету, өзгерту енгізбей, төл құжатын, жеке куәлігін ауыстыру барысында құжаттандыру саласындағы уәкілетті органға, яғни көші-қон полициясына барып, өтініш беріп, өзгертуіне де болады. Сұрағыңызға көп рахмет. Журналист Орда КЗ направил нам свой вопрос, позвольте зачитать. Сколько человек в 2023 году сменило женские имена на мужские, мужские на женские? Такую статистику мы не ведем. Я думаю, что вы можете обратиться с письменным запросом, и мы, дадим поручение, чтобы подготовить данную информацию. А вообще, мне кажется, вам нужно обратиться в штат управления за статистикой. Спасибо за ответ. Еще также направил журналист время, также вопросы. Можете подсказать, как часто алматинцы меняют имена, сколько таких, в каком возрасте это делали и какие неординарные имена выбирали? Может, имени были цифры или далее? Как часто обращаются за данной услугой, в соответствии со статьей 257 Кодекса о браке и семье, у нас предусмотрено 13 пунктов, при каких случаях производится перемена имени, отчества. И зачастую из них основные причины, по которым обращаются алматинцы для смены фамилии, имени, отчества, это желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака, желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени по документах, желание носить фамилию по имени отца или деда, согласно национальным традициям, желание носить фамилию или отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя. Спасибо за данный ответ. В завершение хочу спросить у коллег, остались ли еще вопросы? Если нет, то на этом мы завершаем наш прямой эфир. Спасибо за внимание. Құрметті әріптестер, осымен сұрақтарыңыз тамам болса, біз жұмысымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.